не жасап жатырсақ та бақытты болу үшін жасаймыз. Кіші кезімізде мектепті қашан бітіреміз, өскеннен кейін бақытты боламыз. Оқуға түскеннен кейін, жұмыс жасағаннан кейін, күйеуге шыққаннан кейін, балалы болғаннан кейін бақытты боламыз деп ойлаймыз. Бірақ сол бақыттарға жету үшін дәл қазір бақытты сезінуді керек екенін ұмытып кетіп жатамыз. Сіз әрі қарай қуалап жүре бересіз. Анандай жұмыс жасағаннан кейін бақытты боламын, мынандай жұмыс жасағаннан бақытты боламын, осындай ақшам болғаннан кейін бақытты боламын, осындай үйім болғаннан кейін, көлігім болғаннан кейін бақытты боламын деп қуып жүре бересіз. Дәл қазір бақытты екеніңізді сезініңізші. Бақыт сіздер үшін не деп ойлайсыздар? Жауап беріп көріңіздерші. Сіздер үшін бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі? Бастады тоқталысты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әрасты. Бір айтады, бақыт деген барлық, байлық емес пе? Керегінше киіп бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан гөрі жүрсең керек, соның өзі жақсап қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той тойлау, ісің болмай күйбіңменен, қарның тойса тәрт ойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой, ынтымаққа ырыс келген, ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым, бақыт адам баласына келмес оңай, сондықтан. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да, мансап жетпес үлестіріп алғанда. Үміт іздейді олар, сол бір жақұтты, бақыт адам баласына келмес оңай, сондықтан. Бақыт мына біздің ішімізде. Бақытты іздесеңіздер, мына ішіңізден табасыздар өздеріңізді. Бақытты, жақсылықты, махаббатты барлығын іштеріңізге жинаңыздар. Соны